Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 162-ші сабақ ғасыр. Ғасыр ол уақыт өлшем бірлігі. Бірінші есеп. Өрнектер берілген, олардың мәнін табамыз. Жауаптарын өз суретімен қойсақ, қандай мақал шыққанын анықтай аламыз. 230 секундқа 3 минут 50 секундты қосу керек еді. Бұл жердегі кіші өлшем ол секунд болғандықтан 3 минут 50 секундты біз секундқа айналдырып алдық. Сонда 230 шықты. Екеуін қоссақ 460 секундқа тең. Келесі 180 секундты 5-ке көбейтеміз. 900 секундқа тең болады. Одан кейін 9 минут 20 секундтан 210 секундты азайту керек. Ол үшін біз мынаны секундқа айналдырып алдық. Сонда 560-тан 210-ды азайтсақ 350 секунд шықты. Келесі бізде 4 минут 40 секунд. Оны 7-ге бөлуіміз керек. Біз мынаны секундқа айналдырғанда 280, 287-ге бөлсек 40-қа тең. Енді осы шыққан мәндерді өсу ретімен орналастырамыз. Ең кішісі 40, 350, 460, 900. Сонда бізде 40-тың орнында бірлік, мынаның орнында болмай, мынаның орнында тірлік, мынаның орнында болмас. Бірлік болмай, тірлік болмас деген мақал шықты. Жаңа айттым, ғасыр бұл уақыт өлшем бірлігі. Уақыттың ең үлкен өлшем бірлігі. Бір ғасырда 100 жыл бар. Енді осыған байланысты үшінші мысал беріліпті. Сұрақтарға жауап бер. Қай ағаштар 2 ғасырдан артық тіршілік етеді? Ең аз тіршілік ететін ағашты ата. Мінеки ағаштар және олардың тіршілік ететін уақыты. Енді осының ішінде 2 ғасырдан артық тіршілік етеді дейді. 2 ғасыр дегеніміз ол 200 жылға тең. Шырша, көктерек және жөке ағаштары 200 жылдан артық өмір сүреді екен. Ең аз тіршілік ететін ағаш ол шетен, 80 жыл өмір сүреді екен. Енді осы кесте бойынша сұрақ қой, есеп құрастыр деп тұр. Ең көп өмір сүретін ағаш қайсы? Ол шырша. Ең аз өмір сүретін ағаштар қайсы? Ол шетен. Осындай сұрақ қоя береміз. Енді есеп құрастыруымыз керек. Бұлай есеп құрастырсақ болады. Шырша 500 жыл өмір сүреді, ал көктерек 300 жыл өмір сүреді. Шырша көктерекке қарағанда неше жыл артық өмір сүреді? Оны білу үшін 500-ден 300-ді азайта саламыз. Сонда шырша 200 жыл өмір сүреді. Осыған ұқсас есептерді өзіңіз құрастыра бересіз. Төртінші бізде салыстыру. 2 жыл 4 ай. 1 жылда 12 ай болса, 2 жылда 24 ай бар. 24-ке 2-ні қоссақ, 30. 24-ке 4 айды қосамыз, 28, ал мына жағымыз 32. 32 айымыз артық. Мына жерде 658 жыл. Оны ғасырмен, 7 ғасырмен 1 жыл салыстыруымыз керек. Мына жерден 6 ғасыр шығады. 6 ғасыр 58 жыл. Мына жақта 7 ғасыр. 5 ғасыр 42 жыл. 5 ғасырда 500 жыл бар, оған 42-ні қоссақ, әрине 54 жылдан ол артық болады. 6 минут 15 секунд. 6 минутты секундқа айналдырсақ, бізде 360 шығады. 6-ны 60-ға көбейтсек, 360. 360-ға 15-ті қосатын болсақ, 375. Сонда 385 секундымыз артық болып тұр. 1 жыл 12 тәулікті мына тәулікпен салыстырамыз. 1 жылда қанша тәулік бар? 365 тәулік бар. Оған 12 тәулікті қосамыз, сонда 387 тәулік шығады. Мына жақ 345. 387 тәулігіміз артық. 128 сағатпен 5 тәулік мынаны салыстырамыз. 1 тәулікте 24 сағат бар. 128 сағатымызды тәулікпен сағатпен есептейтін болсақ, бұл жерде 5 тәулік 8 сағат шығады. Демек, мына жағымыз артық.
3 тәулік 5 сағат. 3 тәулікте 1 тәулікте 24 болса, 3 тәулікте қанша шығады? Соны есептейміз, оған 5-ті қосамыз. Сонда бізде 77 сағат шығады екен. 80 сағатымыз артық. Секундқа айналдырамыз. Мына 4 минутты секундқа айналдырамыз. 1 минутта 60 болса, 4 минутта 240. 240-қа 40-ты қосамыз, 280. Мына жағымыз 245 секунд болды. Мына жағымыз артық. 5-ші есеп. Астанадағы этно ауыл ұлттық мәдени кешеніне бірінші күні 150 турист, екінші күні одан 57 турист кем келді, ал үшінші күні бірінші және екінші күндері қанша болса, сонша турист келді. Этно ауыл ұлттық мәдени кешеніне 3 күнде барлығы неше турист келді? Барлық туристің санын табу үшін біз бірінші, екінші, үшінші күнді қосуымыз керек. Бізде тек бірінші күн ғана белгілі. Сондықтан біз екінші күнді және үшінші күнді тауып алуымыз керек әуелі. Екінші күнді қалай табамыз? 150-ден 57-ні азайтамыз. Үшінші күнді қалай табамыз? Осы екеуін қосқан кезде. Демек, қосайық. 150 бұл бірінші күніміз, екінші күніміз біздің белгісіз. Ол 57 кем. 150-ден 57-ні азайтамыз. Мына жерде 93 шығады. Енді екеуін қосатын болсақ, бізде 243 турист үшінші күні келген болып шықты. Енді барлығын табу үшін осы үшеуін қосуымыз керек. 150, 93, 243-ті. Сонда барлығы 486 турист келді үш күнде. Осы есептің ә бөлігі. Шеберлер ауылында 60 қолөнер шебері ағаштан, ал олардың 3-тен 1 бөлігін құрайтын шебер металдан қалай бұйым жасайтынын көрсетті. Ал металдан бұйым жасайтын шеберлерге қарағанда 32-сі артық шебер киізден бұйым жасап көрсетті. Барлығы неше шебер өз өнерлерін көрсетті. Мінекей мына жерде киізден жасаған шеберлердің жасағаны, мынау металдан, мына жерде ағаштан жасаған бұйымдар. Әдеттегідей барлығын табу үшін осы үшеуін қосуымыз керек, үш деректерді. Бірақ бізде металдан жасаған да белгісіз, киізден жасаған да белгісіз. Ендеше осыларды санын біліп алайық. Мынау деген сөз 3-тен 1 бөлігі, демек 60-ты 3-ке бөлеміз. Демек металдан жасаған шеберлер 20. Енді киізден жасағандар. Бұдан 32 артық болса қосамыз. Киізден жасаған бұйымын 52 шебер көрсеткен. Міне бізде бәрі белгілі болды. Енді барлығын табамыз. 60-ты, 20-ны, 52-ні. Және 52. Сонда барлығы бізде 132 шебер өз өнерлерін көрсетті. Келесі 6-шы тапсырмада амалдарды орындап, мына тұрған бос орындарды толтыруымыз керек. 5 ғасырды 2-ге көбейтейік. 5 ғасыр дегеніміз 500 жыл, 12-ге көбейтсек бізде 1000 жыл шығады. 8 ғасыр 10 жылды 9-ға бөлу керек. 8 ғасырда 800 болғандықтан бізде 810 шығады. Оны 9-ға бөлсек 90. 81-ді 9-ға бөлсек әрине көбейту кестесінде бар, ал 0-ды арқасына тіркейміз. Сонда мына жер бізде 90 жыл шықты. Келесі 4 ғасыр 50 жыл. Оған мынаны қосуымыз керек. 4 ғасыр 50 жыл дегеніміз 450, оған қоссақ 720 жыл шықты. Тәулік. 2 жылда 1 жылдың өзінде 365 тәулік болса, 2 жылда қанша, және оған 45-ті қосқан кезде 775 тәулік шықты. Одан мынаны азайтамыз. Сонда бізде 188 тәулік қалды. Келесі 5 сағат 20 минутты 4-ке бөлу керек.
мына сағатты минутқа айналдырамыз. Сонда мына жерде барлығы 320 минут. 320 минутты 4-ке бөлгенде 32-ні 4-ке бөлсек 8-ге тең, 0-ді тіркейміз. Сонда 80 минут шықты. Мына жерде де тура сондай минутты секундқа айналдырып 50-ді қосамыз. Сонда 230 секунд, оны 3-ке көбейткенде 690 секунд шығады екен. Жетінші тапсырма. Жануарлар берілген және олардың өмір сүру ұзақтығы берілген. Мынандай сұрақ қояды. Қай жануар бір ғасырдан артық өмір сүреді? Бір ғасыр дегеніміз жаңа айттық, 100 жыл. Мынау тасбақа бір ғасырдан артық өмір сүреді, 100 жылдан артық. Мынау кит бір ғасырдан артық өмір сүреді, мынау 2 ғасыр, мынау 1 ғасыр өмір сүреді екен. Қай жануар 2 ғасырдан артық өмір сүреді? Ол 200-ден артық болу керек. Мынау және мынау. Мына астында ол жануарлардың суреттері берілген. Енді ә бөлігінде осы деректерді пайдаланып есеп құрастыр депті. Бұл жерде қарапайым есептер құрастыра беруге болады. Галапагос тасбақасы 250 жыл өмір сүреді, ал піл болса 80 жыл өмір сүреді. Сұрақ, мына тасбақа пілге қарағанда неше жыл артық өмір сүрді? Оны табу үшін азайтамыз. Сонда ол 170 жыл артық өмір сүреді екен. Осыған ұқсас есептерді құрметті оқушым өзің құрастырып шығара берсең болады. Келесі 8-ші тапсырмада бізде теңдеулерді шеш деген тапсырма берілген. Бұл теңдеулер бізге таныс. Бұндай теңдеулерді біз шығарып үйренген болатынбыз. Құрметті оқушым, сіз өзіңіз өз бетіңізше теңдеулерді шешіп, кейін менің теңдеуіммен салыстырып көріңіз. Мына жерде барлығында ары қарай тексеру орындалады. Белгісіз санды әріптердің мәнін тапқаннан кейін ары қарай қалай тексеру керек екенін сіз білесіз. 9. Анасы Алмаға, Жанарға, Шұғылаға көйлек тігіп беру үшін қызыл, жасыл, сары түсті мата сатып алды. Алмаға алынған мата жасыл да, қызыл да емес. Жанарға алынғаны жасыл емес. Шұғылаға қандай түсті мата сатып алынды? Қыздардың әрқайсына қандай түсті мата сатып алынды? Есепті кесте құрып шығарамыз. Кесте құру әдісін біз бұрынғы сабақтарда да кездестірген болатынбыз. Мінекей кесте құрылды, енді деректерге сүйенеміз. Алмаға алынған мата жасыл да, қызыл да емес. Демек, алманың тұсына жасылға да, қызылға да азайту минус таңбасын қоямыз. Келесі, Жанарға алынған мата жасыл емес. Ол жасыл емес. Сонда Шұғылаға қандай мата алынды, қайсысына қандай мата алған табамыз. Енді бұрыннан білетін қағидамыз бойынша кестеде 2 минус болса, мына жерге плюс қоямыз. Демек, алмаға сары мата алған. Бұлай қарай 2 минус, мына жерге плюс қоямыз. Шұғылаға жасыл мата алған. Енді 1 плюс болса, мына жақтың бәрі минус болып шығады. Мына жерде 2 минус, мына жерге плюс қоямыз. Жанарға қызыл мата алынған. Мына жерде 1 плюсымыз бар, мына жерге минус қоямыз. Жауап: Алмаға сары мата, Жанарға қызыл, Шұғылаға жасыл мата алған. Осымен біз бүгінгі сабақтарды тағы да аяқтадық, бәрін талдадық. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, мені қолдап, комментарий жазып, лайк басып қойыңыз. Және қоңыраушаны да басып қоюды ұмытып кетпеңіз.